Excel'de көптеген мысалы енді біз мамандығымыз бойынша көптеген ертең реагенттердің, катализаторлардың немесе шикізатымыздың расходын өлшеу деген сияқты сондай мақсаттарда біз Excel'ді қолданамыз алдағы уақыт жұмыста. Енді бұл Excel бізге уақытымызды үнемдеуге көмектеседі. Бірақ оны қолданып білсек, жалпы бүгінгі видеода енді Excel'дің 100% білмеймін, тіпті 50% да білмеймін, өте азын білетін шығармын, бір 100-дің 10%-ын ба. Сол аз да болса да банальный заттар, біреулер білсе оларға қайталау, білмегендер болса үйреніп алған өте уақытты үнемдейді. Сондықтан давай үйренейік. Бірінші уақытты үнемдеу несінен методикасынан бастасақ, жалпы біз ертең Excel'ді ашамыз осыдан мысалы. Мысалы бір таблица толтырамыз да мысалы. Бірінші айтайық, Excel жалпы ол өте ақылды, біздің алдағы шагымызды ол уже біліп қояды. Мысалы айтсақ, мысалы біз ойлайық, мысалы мына А дейтін қатарға біз дейтін 12 ай жазамыз. Өкінішке орай бұл Excel қазақшаны оқымайды, сондықтан орысша жазамын. Мысалы ең бірінші ай бізде январь, иә? Январь, февраль деп жазамыз ғой. Ары қарай уже март деп жазып керек емес. Ол уже түсініп қояды ол біздің действиямызды, қараңыздар. Бүйтіп мына екеуін белгілесек, сосын бүйтіп артқа қарай бүйтіп тартсақ, уже кете беретіні. Март, апрель, май, июнь, июль деп қараңыздар. Сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Міне уже январь келесі жылға өтіп кетеді. Мынаны алып тастайық. Көрдіңіздер ме? Өте оңай. Мысалы, сіз ойлаңыз, мына осылай январь деп декабрьға дейін бірден бастап, мысалы сандар жазасыз, мысалы 1, 2, 3, 4. Жалпы бүйтіп жазып отырсақ уақыт кетеді, өйткені мына астына шейін. Ал біз 1, 2 деп жазып, бағанағыдай бүйтіп үстін белгілеп, артына тарта қойсақ, мысалы спокойно 12 деген шығады. Өте оңай да, уақытты үнемдейді. Мысалы, даже есептеріңізді түсініп қояды. Мысалы, қараңыздар, былай жазасыздар да, мысалы 50, 100. Мына арасына 50 салып істеп жатырмық та, 50, 50, 50 болса 100. Уже Excel бұнда түсініп қояды. Уже үшіншісін 150, 200 деп өзі істей беретін аңғарыңыздар. Өте оңай. Мысалы, тағы да өлшеп көрейік. Мысалы, 14, 28. Міне уже біз дейтін 14 істеп жатырмық. Жоқ, бүйтіп шықпайды да. Алып тек. Алатын қалай еді. Былай алайыншы. Оның үстіне біргеміз. Былай тартамыз. 14, 28, 42, 56, 70. Е, міне 14 қосып тұр. Өте оңай да. Осы енді бірінші лайфхак. Келесіде мысалы, допустим, бүйтейік. Сіздер мысалы, енді бұны түсіндік та, енді істеп қойып. Енді біз дейтін мамандығымыз химиялық инженерия болғасын, мысалы, мынандай тақырып істеп қойын. Мына жерде бізде, допустим, бір мысалы жылдың соңы болды. Біз мысалы бір заводтамыз. Біз осы полимеризация дейтін қондырғыда жасаймыз. Мына жерге документтің атын жазып қойын. Annual consumption of catalyst for polymerization unit. Яғни жылдық қолданылуы, яғни расходы катализатордың полимеризация юнит қондырғысы үшін. Months деп мына жерге практика жасайық. Бағанағы біз январьдан бастаймыз бірінші. Біз мына жерде January деп жазамыз. February. Ары қарай жазып керегіміз. Бүйтіп аламыз да. Бүйтіп аламыз да. Астына төмен түсіп тастаймыз. Так. Октябрь, ноябрь, декабрь. Декабрьге дейін істейік, иә? Еще алып тастайық онда. Енді, в общем, бізде мына қараңдар. Months дейді, яғни айлар. Consumption in kilogram. Яғни, оның бана катализатордың қолданылғаны килограмм бойынша. Енді мынау өтірік қой, енді ойдан шығардым бұларды. Мысалы, январьда біз 1,01 килограмм қолдандық. Февраль, яғни февральда 2,1. Енді біз, допустим, осыларды бәрін қосуымыз керек. Бәрін. Мен бұрын қалай істедім? Бұрында калькулятор аштым. В общем, калькулятор аштым. Бәрін бүйтіп қостым ғой. Бәрін қосып жүрдім.
бірақ Excel'дің функция дейтін несі бар екен. Қалай лайфхагы. Ол үшін біз кез келген бір функция дегеніміз жалпы бір команда жазу арқылы бәлен сағат есептейтін калькулятормен действиямызды бір кликпен жасау. Мысалы қалай? Мысалы total деп тұр, мына жерге істейік. Бірақ обязательно функцияны немесе код жазу үшін ең бірінші тең болады дейтін нені жазып аламыз. Тең болады дейтін санды. Содан кейін fx, яғни function дегенді бастаймыз. Ставьте функцию дейді. Мына жерде жазуға болады. Функциялар жалпы ағылшынша болады, немесе орысша болады. Біздікінде орысша тұр. Так, мына жерге атын жазайық. Sum деп. Сумма деген. Ок дейміз. Сумма. Сумманы ок дегесін бізге енді мынаның бәрін есептейміз. Есептейміз дегенде белгілейміз. Мына 1.01-ден бастап 13.09-ға дейін. Содан кейін аламыз да Enter'ді басып қыламыз. 79-19 шықты. Рахат, иә? Дым қиналмыз. Тек қана белгіледік. Мысалы, тағы бір істейік. Тең болады қоямыз обязательно. fx дейміз. Бізде міне уже сум деп істеп тұр. Бана енді өткені бұның алдында істегесін жаттап отыр. Так, мына адам мына функцияны қолданады екен дейді де, өзінің историясын сақтап қояды. Таңдалып тұр. Ок дейміз. Число дегенге анда белгілейміз де Enter басамыз. Өте керемет лайфхак, иә? Керемет лайфхак. Және келесіде енді тағы бір не істейік. Тағы лайфхак, мысалы, сіз бір есептеуіңіз керек, мысалы, тек қана январь мен августтың қосуыңыз керек. Немесе июньнің үшеуін бүйтіп қосуыңыз керек. Оны қалай есептейсіз? Өте оңай есептейсіз. Тең болады қоясыз. Мынаны басасыз. 1.01-ді басасыз. Ол мына ящикті таңдайды. S дейтін S2 деп тұр ғой. S дейтін ящиктің атауы, мына 2 дейтін мына саны S2, оған қосамыз 567, яғни S7. Үстінен басасыздар просто. Дым істемейсіздер, 738. Соңғысы Enter'ді басасыз. Өзі қосып дейді, рахат. Өте оңайда. Аз айтқан кезде де сондай, мысалы, мына 3.77-тен айтамыз, 2.01-ді Enter'ді басамыз. Главное, тең боладына ұмытып кетпеңіздер басуға. Тең боладына баспасаңыздар, ол оқымайды Excel. Енді тағы да бір не, тағы да лайфхак. Мысалы, допустим, бізде мынандай жағдай болсын. Сізге біреу тапсырма береді. Пәленше, біз осы концепшнда тұр ғой, яғни қолданулары. Осының бізге 2 есесін есептеу керек дейді, әрқайсының. 2 есесін. Мысалы, мына 2x деп қойын. 2x. Әрине бұны, мысалы, біз нәрге жазып қойық, мысалы, мынаның 2 есесін табу үшін, 1.01-дің 2 есесін табу үшін, әрине 1.01-ді 2-ге көбейтеміз де. Әрге оны константа деп жазып қойып, яғни ол өзгермейді. Констант. Ол 2 дейтін сан, иә? Жазып қоямыз. Тең болады дейміз. Мынаны аламыз, басамыз, S2 көбейтеміз. Мынаны басамыз. G2. Enter'ді басамыз. 2.02 болып кетеді. Енді мына астына бүйтіп істеп жіберсек, банаға метод бойынша оқиды ғой деп. Бана мысалы январь, февральдерді істемедік қой, просто жазып жібердік. Оны мына жерде почему-то оқымайды. Өйткені неге? Біз мына жерде G2 деп салдық қой. Мына жерге G2 деп салдық қой. Оның алдына біз дейтін андай атын ұмытып қалдым, бірақ жалпы андай не бар? Доллардың несі бар? Компьютерде F4-ті басасыздар, константаның алдына. F4-ті компьютерде. Ал ноутбукте F4 пен FN дейтін клавишті басасыздар. Сол кезде сіздерден мынандай доллардың несі шығады, түрі шығады. Бұл, в общем, сенің бана константыңды тек қана январға емес, мына астындағылардың бәріне тіркеп тастайды ғой. Тіркеп тастайды. Сол кезде мына қарай басқаннан кейін бүйтіп істеп жіберсек, топ кетеді. Көрдің ме? Уже оқиды уже. Мен мына жерде бүйтіп баса қойдым, мысалы, тағы да істейік. Допустим, бізде константа 3. Константа біз 3. Тең болады дейміз. Мынаны көбейтеміз 3-ке. Доллар салмадым, аңараңыз оқымайды. 9-дан 07. Бүйтіп астына түсірмей-ақ, бүйтіп оң жақ
астын бүйтіп 2 рет басып жіберулеріңізге болады. Оқымай көрсеңіздер ма? Доллар салмадым. Енді доллар салып есептеп көрейік. Бүйтеміз. 3-ті FN мен F4 дейміз. Оқыды. Мына астындағыларын оқи ма? Иә, оқиды екен. Мына функцияларын бүйтіп, формулаларын бүйтіп көруге болады. 18-ні үшін басасың мына жерде. D3-ге, D3-ге өйтіп тұр G2. Өте оңай. Так, қандай клавишті басасыңдар дедім. Ағылшынша неде ноутбукте FN плюс F4 басасыздар. Компьютерде қателеспесем тек қана F4 басады. Әзірге осы. Пайдалы болсын.